Сәлеметсіздер, бүгін өздеріңізге қант несебі ауруының себебі не деген тақырып үстінде тоқталайық. Қант несебі ауруының түрі біршама көп. Ұқсамаған түрдегі қант несебі ауруының себебі де ұқсамайды. Нақтылы мазмұндары төмендегідей. Біріншісі, екінші типті қант несебі ауруы. Ең көп кезігетіні екінші типті қант несебі ауруы. Қант несебі ауруы тудыратын себептер біршама көп. Негізінен тұрмыс тәсілінің нашарлығымен қатысты. Мысалы, ұзақ уақыт отыру, әрекет жасауды ұнатпау, тамақты артық тоя жеу. Одан сырт инсулин қарсылығы өмір сүреді. Яғни инсулин қалыпты бөлініп шығады, бірақ жақсы ұрылатқа алмайды. Бір бөлім науқастарда негізінен генмен қатысты болады. Былайша айтқанда, екінші типті қант несебі ауруының геннің сезімталдығы әлі де өмір сүріп отырады. Бірінші типті қант несебі ауруы. Екінші үлкен үнемі кезігетін қант несебі ауруы түрі. Бірінші типті қант несеп ауруы науқастың өзінің иммунитеттік фактор немесе вирустың инфекциялануынан, ұйқы без аралық қызметінің мүлде әлсіреуінен немесе тапшылығы тудырған инсулин бөліп шығара алмауынан қант несебі ауруы пайда болады. Көп сандысы жастар мен өрендерді кезігеді. Үшіншісі, жүктілік кезіндегі қант несебі ауруы. Бала жолдасы бөліп шығарған инсулинге қарсы гормонның әсерінен қандағы қант жоғарылайды. Науқас жүктілікті аяқтатқаннан кейін қандағы қанттың көбі қалпына келеді. Бірақ болашақта екінші типті қант несебі ауруына шалдығу қатері қалыпты адамдардан жоғары болады. Төртіншісі, ерекше типтегі қант несебі ауруы. Негізінен 8 үлкен түрге бөлінеді. Жалаң гендік аурулар, вируспен инфекциялану, дәрі факторы, сондай-ақ ішкі секреция аурулары, жүйеден қол-аяқ ұшының барбио ауруы, ксн синдромы, қалқан без қызметі өдеу қатарлар. Енді бір бөлімдерінде инсулин ролының кемістігі мәселесі немесе инсулиннің өзіндік иммунитеттік синдромы өмір сүреді. Қазір 3 жоғары ауруына шалдыққандар біршама көп. Әсіресе қант несебі ауруы барлар. Ол ауруға шалдыққандардың мөлшері біршама жоғары ауру. Соңғы жылдардан бері ауруға шалдыққандардың да жастарға бет алысы ауқымы жарқа шықты. Емдеу жағында да негізінде қантты тізгіндеуді негіз етеді. Қант несебі ауруының пайда болуындағы басты себеп күнделікті азықтану факторымен қатысты болып қалмастан тұқымқуалау факторымен, өзіндік иммунитет жүйесінің кемістігімен, сондай-ақ нашар тұрмыс әдетімен де тығыз қатысты болады. Қант несебі ауруының ауру пайда болған алғашқы кездегі ең көрнекті ауру белгісі науқаста ауыз ұрғау, несеп көп болу, оңай қарын ашу қатарлар пайда болады. Егер дер кезінде емделмесе, кейбір қосанжыр аурулар да пайда болуы мүмкін. Сондықтан тұрмыста қант несебі ауруының алдын алу төтенше маңызды. Ал аурудың алдын алу үшін алдымен аурудың пайда болу себебін білу керек. Ендеше қант несебі ауруының пайда болу себебі неде? Біріншісі, азықтық фактор. Яғни қант несебі ауруының пайда болуы күнделікті азықтану әдетімен тығыз қатысты болады. Әсіресе екінші типтегі қант несебі ауруына шалдыққандар. Көптеген адамдар жайшылықта жоғары жылу мөлшері мен май құрамы жоғары азықтықтарды жегенді жақсы көреді. Бұл азықтықтарды ұзақ уақыт жеу денені семіртеді. Дене тым семіріп кетсе, клеткаға май тым көп жиналады. Осылай болғанда тікан клеткаларының инсулинға сезімталдығы төмендеп, қанда қант тым жоғары болу жағдай жарыққа шығады. Егер нашар азықтану әдеті бар десек, онда қант несебі ауруының пайда болу мөлшерін жоғарылатады. Мысалы, көптеген адамдар жоғары энергиялы азықтықтарды және түрлі тәтті тағамдарды жегенді жақсы көреді. Әр күн дерлік жейді. Мұндай азықтану әдеті төтенше нашар болып, қант несебі ауруына шалдығу мөлшерін барынша жоғарылатады. Сонымен бірге кейбір жүрек ми қан тамыр ауруларында туындатады. Екіншісі, тұқымқуалау факторы. Қант несебі ауруында белгілі тұқымқуалау факторы болады. Егер әке-шешесі екеуі де қант несебі ауруына шалдықса, онда кейінгі ұрпақтарының қант несебі ауруына шалдығу ықтималдығы көп жоғары болады. Бірақ кейбір қант несебі аурулары ұрпақ аралап тұқымқуалаудан пайда болады. Қант несебі ауруының пайда болуы тұқымқуалау факторымен де тығыз қатысты. Дедік, қарапайымдастырып айтсақ, егер әке-шешесі қант несебі ауруына шалдықса, немесе бірге туғандардың ішінде қант несебі ауруына шалдыққандар болса, онда мұндай адамдардың қант несебі ауруына шалдығу мөлшері де біршама артады. Әсіресе екінші типті қант несебі ауруында осылай болады. Мұндай жағдайда сөз жоқ тамаша тұрмыс әдеті мен азықтану әдетін қалыптастыру әрі көңіл күйді сақтау арқылы ауруға шалдығу мөлшерін төмендету керек. Қант несебі ауруы тұқымқуалайтын ауру. Тұқымқуалау ғылымындағы зерттеулерге негізделгенде қант несебі ауруының пайда болу мөлшері қандастық туыстар мен қандастық емес туыстар арасында көрнекті фарқ бар екендігін дәлелдеген. Алдыңғысы соңғысынан 5 есе жоғары екендігін дәлелдеген. Қант несебі ауруының бірінші типті қант несебінің ішінде тұқымқуалау факторының маңыздылығы 50%. Ал қант несебі ауруы екінші типті аурудың маңыздылығын 90%-тен асқан. Сондықтан қант несебі ауруын тудыратын екінші типті тұқымқуалау факторы қант несебі ауруы бірінші типті қант несебі ауруына қарағанда көрнекті жоғары болған. Үшіншісі, өзіндік иммунитет жүйесінің кемістігі. Адам денесінің қанында көптеген өзіндік иммунитеттік антидене болады. Қант несебі ауруына шалдыққан бір бөлім науқастарда өзіндік иммунитеттік жүйесінде кемістік болатындықтан, осы кемшіл антидене денеміздегі инсулин бета клеткасына ықпал жасап, инсулиннің бөлініп
бөлініп шығу мөлшерін азайтып уақыт ұзара келе қант несеп ауруын тудырады. Төртіншісі, ауру факторы. Ұйқы безінің қабынуы, ұйқы без өшпесі, ұйқы без бүкілдей немесе жартылай кесіп алынып тасталғанда инсулин салыстырмасы жеткіліксіз болады дағы қант несеп ауруын тудырады. Бұдан сырт, ми қосалқысы қызметінің күшеюі, бүйрек үсті безі қыртыс гормонының артуы қатарлыларда ішкі секреция жүйесінде ауру өзгерісін немесе функцияның бұзылуын тудырады да инсулиннің бөлініп шығуына қарсы тұрып, инсулиннің ролын жояды, қант несеп ауруын тудырады. Бесіншісі, нашар тұрмыс әдеті. Көптеген адамдарда түн асып ұйықтамайтын, жұмыс істейтін әдет болады. Түн асып істегенде денедегі кортизол мен адреналин активтенген күйде болады. Осылай болғанда дененің қант құрамын сіңіруіне ықпал жасайды. Түн асып ұйықтамағанда кейде қандағы глюкоза құрамы жоғарылайды дағы қант несеп ауруын оңай тудырады. Алтыншысы, жас боктар. Жас шамасы қант несеп ауруының пайда болу себептерінің бірі. Мысалы, екінші типті қант несеп ауруының пайда болу мөлшері жастың ұлғаюына байланысты жоғарылап отырады. Әдетте жағдайда алып айтқанда 45 жас шамасындағы адамдарда екінші типті қант несеп ауруына шалдығатын адамдар қатарына саналады. Көп санды адамдар 60 жастан кейін ғана қант несеп ауруына шалдығады деп қарайды. Іс жүзінде олай емес. Тек жастың ұлғаюына байланысты ауруға шалдығу ықтималдығы да жоғарылап отырады. Жетіншісі, семіздік. Семіздік те қант несеп ауруын тудыратын маңызды себептердің бірі. Тұрмыс өресінің үздіксіз жоғарылауына байланысты көп ішіп, көп жеу дастархан үстінде үнемі кезігетін әдетке айналған. Ал бұл да көптеген адамдардың дене салмағының өлшемінен асып кетуін келтіріп шығарады. Семіз адамдарда үнемі табақты өлердей жеу құбылысы болады. Осылай болғанда өзінің ішкі секреция жүйесін біріктіріп, қандағы қантты тез жоғарылатады. Егер дер кезінде тізгінделмесе, қант несеп ауруына шалдығады. Қазір семіздік қант несеп ауруын тудыратын маңызды фактор екендігі шамамен %60-80% ересек адамдардың қант несеп ауруына шалдығу ауруы пайда болудан бұрын семіздер екендігі анықталған. Семіздік дәрежесі қант несеп ауруының пайда болу мөлшерімен тура пропорционал болады. Кейбір негізгі зерттеу материалдарында жастың ұлғаюына байланысты дене әрекеті біртіндеп азайған кезде адам денесіндегі бұлшық ет пен майдың салыстырмасы өзгеретіндігін дәлелдеген. 25 жастан 75 жасқа дейінгі бұлшық ет ткандары біртіндеп азайып, дене салмағының 47%-нен астам азайып 36%-ке түсетіндігі. Ал май 20%-тен артып 36%-ке жететіндігі. Бұл қарттардың, әсіресе семіздік, май құрамы көп қарттардың ішінде қант несеп ауруының туылуының көрнекті артуындағы басты себептердің бірі болған. Сегізіншісі, қимылдың кемшілдігі. Қант несеп ауруына шалдыққандардың көбі әрекеттің шектен тыс кемшіл болуынан пайда болады. Қазіргі қатынас шынында көп қолайлы. Адамдардың күнделікті тұрмыс жүріс-тұрысы велосипедпен емес, қайда машина айдау, машинаға отыру, жаяу жүру емес, көлікпен жүруге қарай болғандықтан жаяу жүретіндердің саны барынша азайған. Оның үстіне жайшылықта қызмет біршама қарбалас болғандықтан дене шынықтыру да өте аз. Үйге қайтып демалмайды, көп отырады, мүлде әрекет жасамайды. Мұндай жағдайда қант несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдығу мөлшері де барынша артады. Тоғызыншысы, рухи фактор. Соңғы 10 жылдан бері қатар жүнге шетел оқымыстыларының рухи факторлардың қатынасы қант несеп ауруының пайда болуы, асқыну барысындағы ролын тұрақтандырған. Рухи қарбаластық, көңіл күйдің тебіренуі және түрлі шұғыл жағдайлардың қосанжарлауы қант несеп ауруын жоғарылататын, гормондардың көп мөлшерде бөлініп шығуын келтіріп шығаратын деп қараған. Мысалы, өсу гормоны, ұйқы без гликогені және бүйрек үсті без қызметі қатарлылар. Қант несеп ауруының толқуы да осы адамның көңіл күйіменен өте қатысты болған. Көңіл күй жақсы уақытта қант құрамы біршама орнықты болса, көңіл күй өзгерген кезде қант құрамы да соған сәйкес өзгеріп отырған. Шұғылдану. Балалық типті қант несеп ауруының вируспен шұғылдануымен айқын қатынасы болады. Инфекцияланудың өзі қант несеп ауруын тудырмағанымен, тек көмескі қант несеп ауруын сыртқа алып шығады. 11-шісі, ген фактор. Қазіргі ғылымда қант несеп ауруы бірнеше түрлі геннің зақымдалуынан пайда болады деп қаралады. Бірінші типті қант несеп ауруы адамдардың 6-шы жұп боялғыш денесінің қысқа білегіндегі HLA-B генінің зақымдалуынан. Екінші типті қант несеп ауруы инсулин гені, инсулин қабылдағыш ген, глюкоза еріткіш гені және жіпше түйіршік генінің зақымдалу қатарлылардан пайда болады деп қаралады. 12-шісі, орта фактор. Тамақ тым көп жеуден дене әрекетінің азаюынан болған семіздік екінші типті қант несеп ауруының ең басты орта фактор саналады. Екінші типті қант несеп ауруының тұқым қуалау сезімталдығы бар жекелерді оңай ауруға шалдықтырады. Кейбір вирустар, мысалы косас вирус, есекже вирус, шықшыт без вирус қатарлылар шұғымдалғаннан кейін өзінің иммунитеттік реакциясын тудырып, ұйқы без аралы бета клеткасын бүлдіріп, бірінші типті қант несеп ауруын тудырады. Біз жоғарыда айтқандарымыз қант несеп ауруының пайда болу жөніндегі біршама жинақталған себептер деп қараймыз. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар.